Біз санап бердік бір жылға айта берсем бола ма? Болады, әрине. Өзің клубың ғой, жеке клубың. Айтам десін айт, айтпасам десін айтпай. Шошиды ау деймін да просто. Или Қайрат или Ақтөбе деді. Өзім ойымда, өйткені Қайрат биыл Лига чемпионы ойнады, Ақтөбе ол жанкүйерлік жағынан олар номер 1. Мен де сұрадым, Наниді апарасыздар ма? Смотря қай жерде ойнайды. Чимкентте ойнаса бару мүмкін. Арыста ойнаса Нани бармайды деді мысалға. Мағанта групп Рахең көрейік осы жыл деді. Егер де маған ұнап түсініп атсам, сана деді ғой, премьер лига шығу үшін қанша керек? Өз қалтаңнан қанша ақша кетті? Ол біраз кетті ғой. Қанша кетті енді? Примерно, плюс-минус. 7-8. Главный тренеріміздің өзіне сондай 10-да кетіп қалды. Мен рекламаны қып берем, пайда бар ма? Жоқ пайда. Тек сауап бар, пайда жоқ. Сол сияқты жағдай. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe. Ассалаумағалейкум құрметті достар, Аман Вайп YouTube арнасында кезекті шығарылым. Бүгін бізде қонақта менің досым, Жаңа Арыс футбол клубының негізін қалаушысы, амбассадоры, директоры, еліміздегі белгілі блогер, жалпы футболды дәріптеп жүрген, киберфутболды дәріптеп жүрген Арман Пірманов. Арман, қош келдің. Ассалаумағалейкум, рахмет. Қалайсың? Жақсы. Енді негізгі бүгінгі тақырып ол Арыс футбол клубы туралы. Кім білмесе, былтыр Түркістан облысының әкімдігі, бірінші лигада өнер көрсететін Арыс, Жетісай, Мақтаарал, Түркістан командаларын жабамыз деді, және облыста тек қана бір ғана команда қалады, Тұран командасы қалады, және бүкіл ақша сол жаққа жұмсалады деген хабар шықты, және сол 4 клубтың біреуін Арман Пірманов енді сатып алды деп айтсақ болатын шығар. Жалпы сол Арыс клубын сақтап қалуға шешім қабылдап, және сол шешім Арман жалпы қалай пайда болды? Неге Арыс, қалғандары мүмкін басқа клубтарды да таңдап ішінен бір, неге Арысқа жалпы өзінің көңілі түсті? Енді ана жылы Ордабастан шығып кеткеннен кейін біраз ойыншылар командасы қалып кетті. Сол кезде Арыс 2-ші лигаға түсіп кеткен болатын. Сол моментте енді өзіміздің 3-4 ойыншымызды Арысқа алып бардық. Сол жерде алып барып, сол жерде жайғастырып, Ғалымағай деген Ордабаста дубльде істеген, Тұранда да бірге істегенбіз, бапкеріміз сол главный болып барды. Ол жастарға көп шанс береді ол. Сол алып барып, сол қалғаннан кейін балдар ана бір өркен деген баламызға Ұлытауға беріп жүрдім. Сондай балдар, сол мысалы кезінде Чимкенттік клуб сенбеді. Арысқа апарып ойнатқан едік, қазір премьер лигадан бірақ шықты. Сол сияқты, содан кейін білмеймін енді, бір жақын болып қалды. Ыстық болды, өзім, уже как сой болып қалдық сол жерде. Сонымен енді оны сатып алам деген ойда болған жоқ, осы январда ғой, декабрьде болды. Біз Абу-Дабиге игры будущего деген бар, Game of Future деген чемпионат мираға бардық. Жартылай киберспорт, FIFA ойнайсың, жартылай футбол. Сол кезде Ғалымағай звондады, бәрі жабылып жатыр. Арман, бірдеңе қылайық, көрейік. Тұранда да істедік бірге, чемпион болдық академияны. Ордабаста да лучший академия қалдық. Абу-Дабиға барам дедің, барып келдің, балдар жинап деді. Неужели мынаны істей алмаймыз деді. Қиын ғой, жоқ дедім, мен қақтағы клуб деп трубканы қойып қойдым. Бір-екі достарыма звондаған, сол мына жағынан көмектесем, біреу киім берем деген сияқты қылды да. Ойланып қалдым. Сөйтіп бір крупный бизнесмен кісі бар еді. Сол қазіргі Манта Моторс, Манта детейлинг. Сол кісіге бірауыз айтып кеттім барып. Келгеннен кейін? Келгеннен кейін бірауыз айттым, бірақ әлі Ғалымағай шешім айтқан жоқпын. Просто айттым да, осындай клубты алып қалсақ, жастарға осындай үміт сыйласақ дедім. Сөйтіп тыңдады да, ол жауабын бермеді. Уақыт 2-3 күн өтті. Сөйтіп звондады, Арман тағы кеш, әңгімең что-то ұнап отыр маған деп. Қалай сен презентация жасадың жалпы? Жасадым, айттым. Жай ғана клуб бардым, клуб талайық. Мынандай шанс бар, мынандай жастарды алып қаламыз, мынандай жастарға қазір шанс береміз деді. Енді қазір 5 клуб жабылып қалды. Тұранның да жағдайын білесіңіз, оңып тұрған жоқ. Балдар не істейді? Мен өз басым енді кезінде футболшы жас кезде қақып кеткенге жынды болып қаласың. Шок боласың ғой, не істейтінін білмей қаласың ғой. Енді мен ондай мықты футболиста болған жоқ, не болған жоқ ма? Енді анау мықты ойнайтын балдар, мен айтайын, стресс алды көбісі деп ойлаймын мен. Қай жақты паналаймыз деп ойлаған? Қайға барады?
клуб жоқ, Ордабасыға алмайды мысалға. жоқ, паналамайды ол, барамайды, қақа барады. Бір жерге квартира снимать етіп сбор өтейін десе, қазір сбордың өзін мен айтайын, оңай емес. Бір командаға кіріп кетіп бар сбор өту, через кого-то бүйтіп барып шығып, анау түсіндіру керексің ғой. Мысалы Өркенді де сөйттік қой. Мысалы анаған шықты, мына кісіге шықты, мына кісіге міне көріңіздер деп Нұркен Мазбаев ертесіне алып келші көрейік мына баланы деді. Алды. Олар енді сбор неде болды емес пе, Шымкентте? Иә, соңғы күні алып бардым мен. И сол кезде сөйтіп апармасаң балаңға жетелеп қиын негізі команда. И соны айттым, осындай клубты алып қалып жастарға шанс берейік, и бірінші лигада ойнап қалуымыз мүмкін деді. Айтып кеттім, сол 3 күннен кейін ба қайтып звондады Рауан деген кісі. Арман келші ана күнгі идеяңды айт, и санап бер қанша кетеді. Сөйтіп біз санап бердік, бір жылға бір айта берсем бола ма? Болады, әрине. Өзің клубың ғой, жеке клубың. Айтам десін айт, айтпасам десін айтпай. Шошиды-ау деймін да, просто шок болып қалады ау. Біреу миллиард сұрап жүрген бюджеттердегі қазір адамдар шошиды деп отырсың ғой. Жоқ, бүкіл Қазақстан шошиды. Жоқ, айт. Қанша ашығымен 130 миллион санаттық. Бірінші лигаға бір жыл ойнап кету үшін, иә? 130 миллион теңге. Біз примерно жол керек. Оның ішіне не бар? Кипа, жол, тамақ, зарплатный ведомость бәрі бар. Енді мен алмаймын. Главный тренерім зарплата алмайды, тағы арада жүрген сияқты 4 кісілер зарплата алмайды. Сенде зарплата жоқ? Жоқ, ондай жоқ. Вообще, наоборот, құйып жатыр қалтадан. Айтып көргенім, сол кісі енді ондай бере алмаймын деді. Одан азын беремін деді. Жартысын көбісі ме? Жартысын сәл аз. Қалған не істейсің? Мен ойландым, так, жартысы кипамыз бар, анау бар, 80 уже шығып тұр. Қалған табам дедім. Ана спонсорға жағынан көріп, қалғаны табылады, уже 50% табылса, киіміміз бар, уже офисіміз бар деген сияқты, работниктеріміз бар, который бір-екі тегін жұмыс істеп береді, ол да оңай жұмыс емес. Табам дедім қалған. Мынау сума шықса, пока ойнап жатқан кезде мен іздей беремін дедім. Инвесторге сонда мысалға жартысын беріп, ол сен түсіндірдің бе, ол ақша қайтпайтынын? Иә, түсінді. Бұл благотворительность болды? Иә. Көрейік дедім де енді. Сөйткені өзінің енді андай ғой, ол патриоттық сезімде ойлаймын мен. Сразу жауап бермеді, 3 күннен кейін берді. Көрейік деді ғой. Ақыр сен айтып тұрғандай жақсы нәрсе болса бұл деді, беремін деді. Сөйткені сонымен бастадық қой жайлап. Сөйтіп қалмай кең зейін санайық. Точно қанша кетеді, мына кісіге түсіндірейік. Сол жерде есептеп, минимальный сумма 130-135 дейікші. Сондай сумма шықты ғой. Бірінші лигада сонымен бітіруге болады. Бұл жерде андай бір непредвиденный расход деген болады ғой. Солардың барлығы ма? Бұл жерде непредвиденный болғанда бізде Елімай болмады да списогымызда. Поездка и по-моему Қостанайым. Бұлар енді қосылды ғой? Сонда қосылды. Енді 2 миллион мен 2 миллион тағы 4 миллион қосылады деп ойлаймын мен, жол керемен. Алыс қой енді, самолеттің өзі қанша. Сәл қосылады, солар болмаса енді примерно тағы да шығып қалуы мүмкін, енді оны бір алла біледі ғой. Көрейік дедім мен. Ойымша болып кететін сияқты. Әкімдікке барған жоқсың ба? Міне, мырзалар, мен жарысынан көбінісін тауып қойдым. Енді 4 клубтың бюджеті, енді шамамен бір әрбір клубтың бюджеті 250 сондай болған шығар, иә? 350. Енді миллиардтан көп, иә, 4 клубқа. Маған бір кемінде бір 50-60 миллион берсеңіздер, мен бұл команданы соңына дейін асырап, бір жақсы результат көрсетемін, және біздің жастарды, Түркістан облысының жастарын дамытамын деген бір өзінің құлшыныс болған жоқ па сенен барып сұрау деген? Біз бір тиын, во-первых, сұрамадық, одан кейін бермейді да оны. Өйткені енді приказ келген, клубтарға ақша төленбеу керек деген сияқты. Жарайды, бірақ әкімдіктен ондай не жоқ беретін бізге. Именно бірінші командаға өйтіп көмектесу деген. Ондай не болмады? Ұсыныс та болмады. Сол менен бір сұрағаным әкімдіктен, қаланың ең мықты бизнесмендерін жинап беріңіз. Мен ақша сұрамаймын сіздерден дедім. Сол кісілерді бір столға жинап, бір жерге жинап, мен айтып түсіндірейін. Бұл благотворительный проект, әлеуметтік проект, көрейік. Анау 3-4 миллион, анау 5 миллион, біреу 10 миллион қосылса, негізі шығып кетеміз. Болмады олды. Жоқ, жинаған жоқ па, әлде жоқ, жинамаймыз деді ме? Жинаймыз деді, бірақ жинамады әлі. Командада қанша футболшы бар, жалпы жаңағы бапкерлік құраммен қосқанда неше адамның жалақысы сенің мойнында? Так, 25-35 дейікші. 35-36 адамдар ғой. Ол барлық футболшылар және стаф дейді ғой, қай жақта тұрады?
Біз Арыс Шымкенттеміз, өнімді ме? жоқ Шымкенттесіңдер. Шымкенттеміз, қазір Шымкентте базировать етеміз. Бірақ Арыста барып ойнаймыз, жай ғана. ойынымыз Бірақ жоқ, балалардың ойнаймыз. барлығы Шымкентте тұрады. Шымкентте. Өйткені жартысы Шымкентте, балдарымыздың жартысы енді регион болғандықтан туысқандар бар ғой енді. Солардың үйінен тұрып келеді, және өзіміз бір 10 адамға ана жатақхана алып жатыр, аптасына 100 мың кетеді где-то. Командада тек қана сол оңтүстіктің балдары ма, әлде бар жоқ, басқа жақ? бар. Қарағанды, Жоқ, Шығыс Қазақстан. Бар. Алматыдан бір бала болды, Қаскеленнен звондады. Ермаш айтты, бір бала бар, көрші деді. Сөйтіп жарайды дедім, Испанияда ойнаған, Германияда ойнаған деді. Дедім мен де. Сөйтіп Алматыға бір барыңыз, звондады ол кісі маған. Балам бар еді осындай. Сөйтіп балаңыз алып келсін, түрін көрейік дедім. Сөйтіп келдім, бүйтіп атты қарағанда, бүйтіп бір қарағанда, ертең кеш тренировкаға келдім. 2007 Али деген. Енді действительно қалай ана командасы қалып кеткен ана бала. Неге оны алмағаны? Ойыны өте жақсы, бірінші пасы, левый защитник. Неше жаста? 2007. 2007 қаншада? 18-де ме? Том енді келді. 19-ға келеді? Иә. 19-ға келеді. 18 оны жақсы, бірінші пасы, скорысы, передачалары. Енді көрініп тұр енді андай. Бірдеңесі бар енді, школасы бар. И баламды екемі бар. Сондай бала болды. И және бір проблема болып тұр. Бір оралман бала келді. Документсіз? Қазақ бала, оралман. Енді оралмандыққа тапсырды. Бойы 1.95, 2006 центральный защитник, Өзбекстанда чемпион болған, жастармен, Локомотив командасымен. Сол бала кеп тұр, осының өзінде көресіздер ма деп. Көрейік, кесе мен анау данный мықты. Скорысы да жақсы. Ертесі бір товарищеские шақырдық. Жайыққа қарсы ма, есімде жоқ. Сразу ертесіне келді, ертесіне ойынға шығады, көрейік дедік. Енді действительно бойы бар енді. Енді ұзын болғаннан ойлайсың ғой, скоростной емес. Верхта да не деді. Мынаны Құдайдың өзі бізге жіберді ғой дедік. Қазір енді соны документпен алып отырық. Қазір ВНЖ, одан кейін анау проект бар, паспорт алды, өзі оралман бірдеңе деген өзінің несі бар екен. Оны да түсініп алдық қой қазір жүріп. Ондайды общем көрмеген ғой мен. Қазір сол бала енді документпен жүріп, қазір ол істеп ертең дайын болса бір 6 айда оған айттық, бірақ бізбен бола бер, паспортына контракт береміз, сразу заявить етеміз. Ол Ақтөбе түскенін көріп, менің арманым еді, неге қарсы ойнады, қалай ойнатам, паспортым жоқ қой деймін да. Қазір біз бан аламыз ғой деймін да. Сондай сияқты кішігірім қызықтар көп негізі. Командадағы ең үлкен жалақы қандай сенде футболшылар ішінде? Ойбай. Фамилияларын айтпай ақ қой, кемінде 200 мың ғой. Ол потолок. Потолок 200 мың теңге. Қолынан бересің, иә? Соған келісіп тұр ма балдар ойнауға? Біз андай балдар алып отырық қой. Тек қана алдыға мақсат қойған. Зарплата емес, енді зарплата аламын дейтін балдар сразу бере алмаймыз. Біз еще жасына қараймыз. Алғанның өзінде, мысалы, біреу 200 мың келем деп 95 жыл бала келуі мүмкін, біз алмаймыз. Біз 2005-тен былай қараймыз. 2007, 2006, 2008, мысалы, қазір уже 2-3 бала жақсы, 2008 перспективны таптық. Ол уже бізбен сбор өтіп жатыр, уже қосып жатыр, кәдімгі көрініп тұр. Уже взрослый футбол. Сондай балалар. Енді Арыс футбол командасы биыл бірінші лигада ойнайды. Енді сендерді бірден бірінші лига ала қоймайды ғой. КФУ-мен сөйлесесіңдер, батасын алу керек. Өзің сен келдің Астанаға бірнеше рет документті қолына ұстап. Қалай өтті келімсөздер? Жақсы өтті. Бір қуантатыны білмеймін енді. Оның алдында қалай болғанын же. Осы раз барған кезде Арыс клубын жекеменшік өткізе аламын дедім. Өзіміз не аламыз, бірақ бір условиясы бар. Спонсорлар бәрі келу үшін, клуб кішкене аман қалу үшін бірінші лигада ойнау керек бізден. Сол жерден көмектесіп жіберді. Енді көп команда істемейді. Бірақ айтқан жоқпын сендерге алдымен екінші лигаға барып алыңдар деген. Біз 2-де ойнадық қой. Біз 2-де ана жыл ойнадық ғой. Түсіндім ғой. 4 па 5 алды. Просто былай болды да, ол айттым, өткізе аламын жекеменшік. Бірақ условиясы бар адамдар, мысалы, көмектесем, частный болады десе, екінші лиганы ешкім алмайды ғой. Негізі. Бірінші лига болса, сәл адамды қызықтыруға болады. Бірінші лига қоса аласыздар ма дегенім, как раз бәрі снимать етіле бастады, білесіз ба? И соның орнына бізді не қылды? И сол жерде уже өзімде бүйтіп қалдым да. Келдім. Жеңіл өліп кетті, бәрі. Биыл что-то андай болады ғой бір. Спонсор 3 күнде табылды. Спонсор. Қиын енді ол қазір оңай болып көріне береді ғой сіздерге, әлде жүріп қой стресспен. Уже інілерім звондады, еще братан неврология таныстар бар деп. Футболка мына жерге жазып қоясыз не? Бартыр. Айтпақшы, біреу шықты ғой уже Эскулап медицинский центр деген сияқты.
Соны бардық федерацияға айттым. Қасым Жомарт Кемелұлы президентіміздің бұйрығынан кейін, олар да айтты, бізде көмектесуіміз керек, осындай. Мен де қуанып кеттім. Енді сен үлкен іс істеп отырсың ғой. Клубтарды жекешелендіңдер деп. Ана жақтан Нұрлан Артықбаев, Кан, кім бардағы, Турлов, Ламтадзелер алып отырған кезде, Боранбаев енді түсінікті ғой. Пірманов дейсің ғой. Мына жақта Пірманов ішінде бүйтіп енді оны алғашқы инсайтты мен жаздым ғой. Арман Пірманов Арыс клубын сатып алып шығарайын деп жатқан кезде көбісі комментарий оқыдық қой. Да зачем это, популист, что он сделает, блогер, жарты жыл ойнайды, одан кейін снимать істейді, ақша жасайды деген секілді. Хейтке қандай не жалпы? Қандай сообщениялар келді саған? Ой, көпке жоқ, қараш, ақша жасайды дейді да, қалай жасайды ақша, егер біз бір тиын алмайтын болса. Көп келді ғой, жазады ғой, ой, анау, мен мән бермеймін оны. Мен работаем. Енді өзімнің көрермендерім бар ғой, подписчиктер. Сенет, өйткені Тұранға да бірінші барған кезде сондай болған. Тұрандағы қиындық өте қиын болды ғой негізі. Жоқ академияны чемпион қылып, лига чемпион алып келдік. Мысалы, келесі жыл сразу бір жылдан кейін. И Ордабасында мысалы, барлық жағынан ол команда болып жұмыс істедік та, бұл жерде. Жақсы команда болды бізде. Солармен чемпион қылып неғаны уже адамдар сенеді. Ана бет алды, бас алып кіріп келген жоқпын мен. Этапты өттік біз бүйтіп. И ол да урок болды маған үлкен. В общем, істеген жерінен қуып жібере береді, қумасын деп клуб алдық. Өзін алып алдың ба? Сөйтіп жаңа прикол ұстаған маған. Тренерский штаб орда. Жұмыстан шығарып жібермесін деп клуб алып алдыңыз ғой дейді да. Енді менде сондай бар өзі. Сәл ұрсып қалатын бар. Дұрыс емес десе ұрсып қаламын да мен, басшылықпен. Именно жастарға келгенде сәл не толып жатса, мен айтамын. Ол дұрыс емес. Сборға алып кетпейді, басқа біреуді алып кету деген секілді ғой. Көп ақша көру, бол мысалы витамин бермеу деген витамин, душы бар, мысалы соны қарапайым условия жоқ. Қарапайым условия мен ұрсам. И сол кезде амал жоқ, контракт болғаны шыдайды. И контракт біткен кезде, короче, болды, созбайды ғой. В общем, кабинеттерде кіргізбей қояды. В общем, кірамай қалған кездер болған ғой. Стадионның өзіне кірамай қалған ғой, білесіз ғой. Иә, білемін. Өзімнің клубымның стадионына кірамай қалған ғой, жұмыс істеп жүріп. Сондай қызықтар енді. Енді жеребе тарту рәсімі өтті Астанада, Қазақстан кубогы және Арыс футбол клубына Ақтөбе командасы шыққан кезде, сен реакцияны да қазір қоятын шығармыз, біз монтажерлер. Реакцияны өте әдемі болды, желінің бәріне тарап кетті. Қандай сезімде болдың? Бірінші жылдан бастап, міне енді Ақтөбеде Нани ойнайды ғой. Келе ме, келмей ме белгісіз, потому что қазір біз енді подкаст жазып отырық қой. Кубокта бірінші айналымда қанша легионер ойнауға рұқсат етіледі деген сұрақ туындап отыр да қазір федерацияда. Сондай болды ма? Иә. Қазір лимит қойып тастауы мүмкін ма? Мүмкін 3-ақ легионер. Енді бір легионер қойсын, Нани да келсінші. Бірінші лиганың командаларда легионерлер жоқ қой. Иә. А премьер-лига қазір 10 легионер шығарса, енді түсінікті ғой, кім жеңетінін. Сондықтан бір терезесі тең таразын тең қылдыру үшін 3 легионер мүмкін бірінші лигаға, бірінші раундқа енгізу. Сол кезде Нани келе ме, келмей ме белгісіз ғой. Енді мен де сұрадым, Наниді апарасыздар ма? Смотря қай жерде ойнайды. Шымкентте ойнаса бару мүмкін. Арыста ойнаса Нани бармайды деді мысалға. Келу керек еді. Мүмкін келетін шығар. Осы подкастты көреді, мүмкін келеді. Өйткені бұл Наниде әлеуметтік проект қой. Өйткені Арыс қанша сыйымдылығы 3 бар ма? 2,5. 2,5 Ақтөбеге енді 2,5 толық лық келеді ғой. Қандай сезімде болды? Ақтөбе Қазақстан премьер-лигасының ең бір бетке ұстар командалардың бірі Арыс түседі. Мен қасымнан Марданов Жеребеков отты ғой. Біреу Ордабасы деді, біреу бірдеңе түссін. Мен или Қайрат, или Ақтөбе дедім. Өзім ойымда, өйткені Қайрат биыл лига чемпионы ойнады. Ақтөбе ол жанкүйерлік жағынан олар номер 1. Вот қаяққа барып Ақтөбе ойнамасын, стадион толады мысалы. Мысалы Қайратпен Ақтөбе ойнауды көрдіңіз ғой. Метродан бастайды. 5 сектор. Иә, ол жақсы нәрсе. Иә, Ақтөбе түссін дедім өзім іштей. И сол действительно болып кетті. Мен даже видеода айтқанмын, негізі Ақтөбе түссе жақсы болады деп. Еще Нани дап келген кезде келсін Арысқа. Келсе ол да бір тарих қой. Біреулер айтып жүрер кейін жастар, сол шал болған кезінде Арман деген атамыз бар кезде осы Нани деген біреуді алып келді деген сияқты. Қуандым я. Бұл жастар үшін, өңірдегі Түркістан облысындағы жастар үшін мотивация ғой. Олар сенеді да. Қазір айтайын, көбісі сенбейді. Жастардың өсуіне, бірдеңе болуына, мысалы футболда сенбейді. Потому что оларды мен түсінемін, мен көзбен көргенмін ол беспределдің бәрін. Жұмыс істеп те сол жерден Тұраннан да шығып кеттім. И Ордабасынан шығып кеттім. Өйткені действительно өзіңнің жастарыңа обидно.
Потому что я в таком не участвую деймін. Мен зато өзім академия балдарға тіке қараймын көздеріне. Олар бірден айта алмайды да, потому что мен сендердің сөздеріңді сөйлеп жұмыстан шығып кеттім деймін да. Олар уважать етеді. Қазір барайын любой академияға, өз оңтүстік өңірде. Аллаға шүкір, шай қойып, не қойып, бәрін айтып. Балалар ғой енді уважениемен, ол ондай нәрсені ақша сатып алмайсың. Сол сияқты да ол и надежда бересің жастарға, үміт. Ол ебан не келді. Ол ана інісіне айтады. Ана мен футбол ойнаймын. Ол енді ол кеше мысалы айтады, Ақтөбе келді, көрдік, биттік десе, ол өңірге негізі жақсы мотивация проект қой негізі. Ақтөбе ертең ол инстаграмдарына салады, ол жастар көреді, арыста, ол мен білмеймін. Мен ойлаймын, ол өте жақсы нәрсе. Чем кім келгеннен гөрі айтшы. Ренжітесің. Ренжітемін ба? Ренжітесің бір айтпай ақ қойдың да. Жоқ, вообще, жоқ, фанаттар жоқ, клубтар бар ғой, стадион толмайды. Даже 2000-3000 стадион толмайтын жерлер бар да. Солар келгеннен гөрі конкрет Ақтөбе келіп, и конкретно біздің қазіргі ойнап жатқан жас балалар клубтағы опыт алады да. Ойбай, мен қазір Ақтөбе біз сенсация жасаймын демеймін, оны біз олардың бюджеті қанша, менің қанша ғой, былай, даже былай да емес қой. 1% емес шығар сенікі, да? 1% де шықпайды ғой. Болатын шығар енді. Қайрат сияқты Реал келген кезде билеттердің құнын аспанға шығарды ғой. Сондай бір ой, идея бар ма енді? Хотя бы 2 поездканың ақшасын осы матчпен шығарып алу деген секілді. Бізде ой бар. 2,5 мың мысалы. Иә, біз ойладық, қазіргі инвесторымыз Манта Групп қой, солардың футболкасын или кружкасын, кепкасын билетпен бірге сатқымыз келіп. Мысалы 2000 теңге ма біз кружка береміз или кепка береміз. 2000 аз емес па? Нанеді көру үшін? Жоқ, аз болсын енді өңірдегі жағдайға байланысты ғой. Негізі ол жерде кім келсін, кім келмес. Ол жерде меніңше жоқ. Өңірдің жағдайына қарау керек қой. Жан жақтан келеді ғой. Тек қана арыстың жанкүйерлері қарамайды. Біз ол жерде ойлап отырмық, футболка, шарп бәрін сатамыз, алам деп қолдаймын десе, сол входтың алдында Арыс Ақтөбе деп сеп қойсаңдар, анда болады ғой ылшын матчтарында бір әдейі матчқа бір үлгереміз ба? үлгересіңдер ғой. Соны алып, үстінен 2 есе көріп, енді бұл бизнес қой, футболда бизнес қой. Мысалы 2000-ға жасаттым ба, 5000-ға сатып, сол жерде барлық шарфпен тұрса, 3000 теңге 2,5 бір жерге, мысалы бір өңірге, жаңа Елімайға, Қостанайға барып келгенде ақшаны шығарып аласың ғой. Сен де бұл жерден кәдімгі маркетингілік тұрғыдан, коммерциялық тұрғыдан ақша алу керек. Елдер түсіндіре білу керек қой адамға. Қазір мысалы мен ойлаймын да, бізге бір спонсор кірді, мысалы Forward магазин кірді, кеше салынды пост. Мен сізге айтайын, біраз нәрсе көмектесейін деп тұр қазір. Форма киіп вообще, ол оңай нәрсе емес, ол 10 миллион барады. Көмектескен, мысалы Арыс клубына көмектесіп жатыр ма, ол Арыс қаласының адамдары міндетті түрде аламыз. Оңтүстік өңірдегі адамдар алу керек та барып. Сен мына клуб көмектесіп жатыр екенсің ғой. Сен Манта мысалы машина сатады, детейлингі бар. Бару керек та, тенденция сол кезде инвесторлар басқа кейін болашақта біреудің андай айтқанымен сатып алмау да, действительно барып алады. Мен асам, мынау өңірдің адамы менен затымды алады. Мен ары қарай жағдайым істеймін, еще көмектесем. Сол тенденцияны алып келу керек бізде ойлаймын. Европадағыдай мысалы. Челси. Болельщик ма, iPhone ұстамайды кезінде Samsung болды мысалы. Бәрі Samsung ала бастады. Там мынандай Hyundai болса, Hyundai алып. Yokohama. Сондай да мысалы, сол шинейді алып. Магазиндеріне кіресің, толтырып алып кетеді. Мен мысалы Сосидатты күн көрдім, зат қалмаған бір күн барсам. Японец ойнайтын еді, мысалы Кубо дейтін. Тола японецтер. Соның затын алып жатыр. 1000 евро, 2000 евро кетіп қалған. Местныйлар суббота болады, сол магазин тонап кетеді кәдімгі, сатып ала береді. Сол сияқты да. Сондай болса, менің ойымша бизнесмендер алады деген ойдамын. Өйткені елдер шынына дейін, көп бизнесменге бардық қой. Зачем дейді? Пайда жоқ қой жерден. Действительно, олар да дұрыс. Но социальный проект деген бар да, ол саған керек болмаса елің, маған керек болмаса, ол кісілерге керек болмаса, сөз кім керек дейсің? Болу керек қой өңірде сондай адамдар. И ол адам, жастарды битеміз десе, негізі қалталы азаматтар көмектесіп беру керек деп ойлаймын. Бірақ меніңше қазір енді Алла қаласа Арыстың жолы болып бірінші лигада жеңістер келе бастаған кезде, және Арыстың бүкіл халқы осы командамен күні-түні мысалға әрбір матчқа келіп 100% sold out болса, меніңше уақыт бір проекттің несін көрсетсең, әдемілеген, сол кезде меніңше келетін секілді. Басында бәрі қорқады ғой енді.
кімге қандай көрсетуіміз керек клуб деген секілді. Жоқ, вообще регионға деймін да. Арыстың жаңағы домашний вайптағы атмосферасы бүкіл тек қана сол облысқа емес, Қазақстанға тарап кетсе, меніңше. енді оны да елдар Өйткені трансляция болады мысалға қазір. жоқ, елдар оны да істеу оңай емес қой. Ол Түсініп вайпты тұрмын алып ғой, келу. Мен айтайын, қазір клубта проблема көп клубта да. Оны мен жариялай бермеймін Инстаграмда. Ол жылағандай боласың да ол. Мы пытаемся өзіміз бірдеңе. Там Алмағайдың өзінің бір ақшасы түседі, сол жерде тығып жіберемін, білдіртпей жіберемін, тамақына, анаусына ауызашарымыз бар, ана жеріміз бар, мынандай бар, көп қой. Ол вайпқа да жету үшін негізі ақша ғой негізі. Сәл ақшаң нормальный болса, сен уже вайп істеуді ойлайсың. А сенде жетпей жатса, сен вайпты емес, аналардың төлеп беру, сәл условиясын істеп беруін ойлайсың. Но білесің, матчдей бар алда. Иә. Матчдейді ойлайық десек, мына жердегі нелеріміз бар да, әлі шұңқырларымыз бар да, соны жаба алмай. А біреуге айтып, көмектес бүйтсе қанша зарплата бересің? Жоқ зарплата. Конкретно айтамын, жоқ бақ. Білмейміз. Кел, көмектесем, идейный болсаң, не болсаң, кел, может быть, бір айдан кейін біз жақсы болып кетсек зарплата аласың. Может, 2 айдан кейін. Оны бір ала біледі. А кеп көмектесін, бәрі зарплата. Өз қалтаңнан қанша ақша кетті? Ол біраз кетті қалды. Қанша кетті енді? Примерно, плюс-минус. 7-8. Главный тренеріміздің өзіне сондай 10 да кетіп қалды. Уже. Енді граунд тренер қайтатын шығар ақшасы, ана спонсор бергеннен кейін, не? Оның бәрі жазыла ма? Жоқ. Жай ғана өздерің беріңдер. Потому что бұл Ғалымағайдың да арманы, менің де арманым ғой, негізі осындай бір көру. Екі фанатик қосылды десей. Соны иногда болған бір-екі кездер не істеп қойдым деп ше. Бұл енді действительно ана бір болады, тұғырықтар болады енді. Енді істейміз дегендей бар ғой. Бірақ Алла үшін шығып кетеді әйтеуір бірдеңеден құрап ше. Даже судың өзі дәмді келді. Оның өзі де, мен айтайын, бір жылда біраз ақша болады. Кәдімгі толтырып тастады офисті. Жетеді. Оның өзі де неге жақсы ақша ғой. Сол сияқты жайлап жинап жатыр екен. Пазл құсап қой. Бүйтіп жатыр. Тағы негіз. Ертең айтып тағы да бір-екі нәрселер бар енді. Қазір келісіп сөйлесіп жатқан. Болып кетсе негізі. Бәрін футболкаға жазасыңдар, уже Формула 1-дағыдай орын бар ма? Уже жайлап азайып жатыр. Енді бір-екі жер бар, артта дәу жер қалдырып қойдық, оны қымбат сатамыз ба деп тұрдық. Букмекерлік кеңселер бола ма? Болады дейін десең де, болмайды десең, болмайды. Келіссөз бар ма? Енді сен букмекерлік кеңселермен жақсы жұмыс істейсің ғой? Келіссөз болды, бірақ сәл отказ беріп көрейік дедім мен бірінші. Оларсыз көрейік, кәсіпкерлермен көрейік, болса болды, болмаса сөйлесеміз деп. И бір-екі букмекермен сөйлесіп, өте аз берді. Мен такой, мына жерге іліп қоюға, ондай ақшаға ол білесің. Не стоит? Не стоит. Содан кейін айттым, жоқ дедім. Ол ақшаны одан қайта бір жерден іздеп жүріп, нормальный организацияны іліп қойған дұрыс қой, мына еріне болсын. Енді көрейік бақасыз деп отырмын. Прям жоқ та демеймін, ойбай, ана біреулер бар ғой, біз бүйтеміз демеймін, оны білмейміз. Может, бір бақа кеп. Жақсы ұсыныс болса, конечно, ол балдардың жалақысын, арттағы келатқан мысалы, тағы да жас балдар бар ғой, олардың стипендия, может, премиальный қойып отсақ, мен, конечно, дейсің, қазір тұрып, ол мынандай дей алмаймыз. Өйткені қазір енді бизнесмендер былай сәл көмектесіңдер, барсаң, бізге зачем дейді. Енді айта алмайсың да зачем деп, действительно. Мен рекламаны қып берем, пайда бар ма? Жоқ пайда. Тек сауап бар, пайда жоқ. Сол сияқты жағдай. Арыс футбол клубының биылғы жылдағы мақсаты қандай? Қандай мақсат қойдың жігіттердің алдында? Әлде ойланып? Жоқ, бороться будем. Ондай болмайды, андай тұрып бізге. Баяғыда білесіз бе, сборный Қазақстан ең соңғы орын алмау дейтін еді группасы. Маған ұнамайды ол. Как деймін да, сен сборныйсың да мысалы. Ең соңғы орын алмау деген. Будем биться. Енді биылғы білесің ғой, мини КПЛ ғой. Шахтер 4 ярд бюджеті. Тимур Тұрлыов алды. Ол кім, біз қақтамыз да. Тұран. Жоқ, Тұранның да бюджет, мен айтайын, 1,6 ярд. Ол да Тарас көріп отырсын, кімдерді жинап жатыр. Жайық тоже под задачу. Қайрат жастар точно бәрін мазасын алады. Ана просто так ешкімді өткізбейді. Хан тәнірі бар. Ол да жақсы шығар, бірақ енді өзімнің фавориттерім да. Мына бесеу. Енді сен жаңағы біз көптеген матчтарды көрдік қой предсезонкада. Тұрамен де ойнадыңдар, Жайықпен де ойнадыңдар. Команданың әлеуеті қандай енді? Былай ғой, енді бұл сбор болғандықтан
біз енді особо бүгін ұттық енді бағана ол үйтой Қайсар екінші лигада ол уровень ұтылғанымыз жақсы да. Қазір бізге проблемаларымыз ашылып отыр. Біз ойладық бәрі нормальный, но ненормальный да. Бар проблемный жерлер, проблемный позиционный бар. Ол да жақсы көріп жатырық, онымен жұмыс істеп жатырық. Енді қазір бір жас баланы алып келдік 2008 и бір опорник жақсы іздеп жатырық. Бірақ біз айтқан соң оға келмейді жақсылар, но болашағы бар. Ойбай мен ойнап кетем премьер-лигада дейтін болса баланы іздейміз. Андай бір кезінде КПЛ-да шулатып ойнап кеткен футболшылар шыққан жоқ па? Ареке мен ойнайын деп. Жоқ, қарашы. Немесе карьерамды, мансабымды қайтадан бастайын сен клубында деген секілді. Жоқ, елдер қарасай, бізде арыста дым болмаған кезде, даже не дейді, бойлерімізде су беретін да, мысалы, болмаған кезде сенген жас балдар келді. Перспективный да. И сен де уже календар шыққан кезде, енді бір-екі футболистер звондап ойнап берейін деген кезде, сенмен 3 ай жүрген бала, 3 ай жүрді сенмен, не то что тамақ ақысы сұрамаған да, проездың ақысы сұрамаған. И сол баланы итеріп тастайсың ба? Біз айттық, осылай болады, шанс береміз, но астыға түсуге болмайды. Тек қана көтеріліңдер, егер де бір уровеньде қалып кетсеңдер 3 айда, енді кешіріңдер, аламыз. Но сен анау келді, сенен бірдей, бірақ мынау премьер-лигада опыты бар деп аптасамаймын ешкімді. Бізге сенген, и біз де обаларға көмектесеміз, обалар қалыпты. Адамгершілікке салыну керек та. Солай. Ол сол кезде коллектив боламыз. Мардан Төлебектің рөлі қандай командада? Қазір советник, жоқ, Мардан енді сояқтың тумасы ғой ол. Тегін жұмыс істеп жүр ме тоже? Иә. Сенің кеңесшің? Иә, кеңесшіміз. Спорт директор, иә? Жоқ, спорт директор бізде Чита ғой. Қандай кеңес берді Мардан саған? В плане? Енді ол пока ана поляда жүр балдармен. Сол жерде. Ойнайым, не істеймін біз деп айтқан жоқ па? Чита бар, юристіміз бар, ғалымға келіп тұрады, разбор істейміз. Жоқ, енді ойнағанда енді былай бір-екі рет прикол ұстап айтқанымыз бар ғой, енді бірақ бәрібір қиын уже жастармен ілесу. Екінші лига болса, может, Мардар ойнап, бірінші лига қиынау. Уже столько, ойнамады ол. Тем более ЛФ-те тек қана. 3 ай өтті. Сен клубтың алғанына, жұмысты бастағанына өкініш жоқ па? Неге алдым, не істеп жүрмін, жалпы маған бұл керек па деп. Анандай кезде кеп қалады ой. Бір отказдар естіп қаласың ғой. Барасың мынанша беріп, сіз логотипін. Біз ана қайыршы емеспіз дейміз да енді барып, ойбай, маған әшейін көмектес. Емес, мен достойный баннер қоямыз. Инстаграм совместно. Инстаграмда отметка аптасынан мынанша сторис, рилс, футболкадан орын береміз. Битеміз деген кезде, отказ берген кезде болады. Ана дизмарга ұстап қаласың. Ақшасы бар адам. Ақшам жоқ. Но пытаемся что-то сделать. Бірақ деген кезде бәдім деп, маған керек па жалғыз деп, енді ызаланып қаласың. Ұйқыдан тұрасың, нормально өп кетесің. Но енді артқа жол жоқ қой бізде. Бере алмаймыз никак. Өйткені сонша газ балдар жүр, бізге сеніп, біз де оларға сеніп жатырық. Сол үшін бір-бірімізді алып шығуымыз керек қой. Тек қана алға, биыл сен үшін, команда үшін өте маңызды маусым ғой енді. Бірінші алғашқы дебюттік маусым, сен директор ретінде, ролінде. Сондықтан аман-есен бүкіл ақшаларын жеткізіп, және спонсорлар келіп, өте керемет атмосфера жасаңыздар. Бұл негізі көптеген кәсіпкерлерге, көптеген футболды сүйетін адамдарға мысал ғой. Тірі мысал болып тұрсың ғой сен, Арман Пірман. Және де мен ана жол айтамын балаларға, президентіміздің тапсырмасын орындаған Арман Пірман деген ертең өзіңізге де жазып қойға болады ғой, мысалға. Көбісі алмай жатыр клубтарды, қазір Астана табылмай жатыр, Каспий, Жетісу, Алтай, тағы да бірнеше клубтар бар, бірінші лига клубтары бар, әзер тауып жатыр. Сен олардың жанында өзің инициатива білдіріп, міне клубты жекешелендірдің, және клубқа өліп қалмауға мүмкіндік бердің, және балаларға, жас балаларға футболды ойнауға мүмкіндік беріп жатсың. Ертең күні олардың көбісі атып кетсе, саған да әрине ақшалай жағынан да плюс, және өзінде осындай түкте жоқ кезінде бастаған балалардың өсуі де өте күшті мотивация береді ғой. Ақшалы мотивация ол бір бөлек қой. Енді рухани мотивация деген бар, ол одан бөлек. Сол үшін Ареке, саған рахмет бүгін келгеніне, айтқанына, клубты ашу
өте клубты және ашуладың оңай ғой енді. Иә, Клубты ол. соның жан-жағын және оперативный управление болады ғой. Оны жүргізу өте қиын. Мен де білем, оны көп футболдың ішіндегі жүрген жандардың барлығы біледі ғой. Бірақ енді сен осы жобаны бастағаннан кейін аяғына дейін жеткізіп, Арыс футбол клубын кім білер мүмкін? КПЛ-ға да шығып кетер биыл болмаса келесі жылы деген секілді. Арман бар. Мынандай арман бар. Енді біздің Манта Моторс, Манта Групп Рахең көрейік осы жыл деді. Егер де маған ұнап түсініп атсам, сана деді ғой, премьер лига шығу үшін қанша керек? Может, олар өзінің достарын қосып, шығарып көреміз ба деген, енді өзіміздің арман. Осы видеоның астында біз Манта Моторстың несін сап кетеміз. Instagram, иә. Бір официальный жоқ, бір постын сен маған жібер, сап кетеміз және астына міндетті түрде жазыңыздар. Манта Моторс алға рахмет. Осындай кәсіпкерлердің бар болуы әрине бізді қуантады және біз оларға өзіміздің жағымыздан ақпаратты қолдау көрсетуіміз керек қой. Сондықтан продвижение жасауымыз керек. Енді Шымкентте, оңтүстік өңірде тұратын адамдар болса, енді сәл бүйтіп айтып қойын. Пленка жабыстырам, май ауыстырам, машина алам, китайский, Лисян болсын, Зикр, 9X, бәрі бар автосалоны. Алам, көрем дейсіңдер. Сол жерден алсаңыздар, Арыс клубының осындайына көмектескен үшін деп айтса, оған да приятно болды. Сөйтіп келіп істеп атса, ырза боламыз, рахметіміз айтамыз. Сол жағынан сіздер сөйтіп көмектессеңіздер, даже май ауыстырсаңыздар да машинаға. Бізге ол кісі өте үлкен көмек беріп жатыр. Құрметті көрермендер, осындай міне әңгіме болды бүгін. Арман Пірманов Арысты жабылайын деп жатқаннан суырып алды. Жабылып қалған. Жабылып қалған. Мен жабылмай алып деп. Жабылып қалды, сөйтіп есікті ашып принтер алып, сол жерде не қылып, кісінен шығарып алып. Дефибриллятор бар ғой. Өмір. Арыстың жаңа тарихы және Арыстың жаңа тарихы осы Арман Пірмановпен байланысты. Құрметті көрермендер, тек қана Арманды емес, біздің проектті де қолдай кетіңіздер. Астыға Арман туралы, жалпы біздің проект туралы өте бір жақсы сөз жазуға болады. Комментарийде лайк басыңыздар. Қазақ футболын бірге дамытайық. Осындай арамызда қазақ балаларын, футболшыларды мүмкіндік беретін, сүйетін жандар болған кезде біздің футбол өлмейді. Арман Пірманов, Эльдар Аманбаев, қош сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe.